Қажақ. Масқара. Малдардан таяқ жеп тағы да қасқыр дейді ау сендерді де. Енді мына бәле шаңқылдап бүкіл орманға жаятын болды. Өсекші неме? Таяқ жегеніміз енді өтірік емес қой. Әбден қорлығы тауана өгіздей болған дәудің. Ей тоқты, сен өзің кітапқа үңіліп оқымысты болып кетерсің. Өміріміз бос өтіп жатыр емес пе? Әр сәтімізді көңіл өткізуге тырыспаймыз ба? Қане, міне былай. Ей, хоп. Ой. Көзіңе қарасаңшы, Серке. Ей, тоқты, қолыңдағы не кітап өзі? Поэзия ма, роман ба? Әлде фантастика жанры ма? Шипа туралы кітап. Шипа дейді? Ой, сенде айдың күндің аманында шипаны оқып нең бар? Деніміз сау емес пе? Ең болмаса, детектив оқысаң етті. Бақ, атыстар. Тас-тұс шапыстар дегендей. Қай-қайдағы шыпыстыратын шипаны оқып. Ой, сенде. Ойбай, тоқта. Мынаны қара. Масқара. Аяғым жараланыпты. Мынау қан ғой. Енді не істеймін? Бұған енді микробтар жұқса, асқынып кетеді ғой. Өлген жерім осы болар. Ей, қорқағым-ай. Тышқан құйрығын көріп жаралы болыпты деген осы екен-ау. Осындай кезде мақалайтын. Тоқты, айналайын, бірден естесеңші. Сен шипа кітабын оқып жүрсің ғой. Тездет. Ой, жаным-ай. Жырылған екен. Қазір кітапта не жазылғанын көрейік. Иә, тездетіп қарасаңшы. Жараның емі кітапта жазылған болар. Қане? Мұнда бас ауруы. Мұнда суық тигендегі емекен. Міне, дене жарақаты. Онда не депті? Шұғыл ота жасау керек екен. Не дейді? Құрыған терім осы шығар. Сонда аяғым кесіледі ме? Ақсақ Серке болып қаламын ба? Солсын, ешкілердің көзіне қалай қараймын? Ой, әзіл ғой, Серке. Жараға жағатын дәріні жазыпты. Қорқып кеттім ғой. Сен де әзіл дейтін уақытты тапқан екенсің. Болшы енді не істейміз? Қазір дәрі дайындаймын. Оған дәрі шөптер керек екен. Тез қимылдасаңшы, тоқты. Тоқсыңа жаның ашымай ма не? Тоқты, не болды? Өстіп жатып арам қатпасам болғаны, тездетсеңші енді. Серке, сәл шыдашы енді. Бақ гүлінің жапырағын таба алмай жатырмын. Соны қоссам, дәрі дайын болады. Міне, аламай. Рахмет, қоңыз. Міне, шараға жағатын дәрі дайын болды. Құдайым-ай, дұрыс болды ғой. Қане, неге тұрсың? Тездетіп жақ енді дәріңді. Әй, тоқты, осы дәрің шынымен ем бола ма? Шөптен қателесіп кеткен жоқсың ба? Тағы уланып, о неге аттанып кетіп жүрмейін? Ай, Серке, жақсы сөз жарым ұрыс деген. Жақсы сөз айтсаңшы, бәрі дұрыс болады. Әлі-ақ жазылып кетесің. Қане көрейік. Рас па? Жараның орны да қалмапты. Ой, жарайсың, тоқты. Сен бар ғой, нақыз шипагердің өзі екенсің. Қане, хоп, бәрекелді. Хоппа! Тоқты досым, енді ешқандай аурудан қорықпа.
Сенің мұндай да өнерің бар ма еді? Жағдай мәз емес. Қызуы көтеріліп кетіпті. Өй, қасқырлар қызу қанда емес пе онсызда? 3 күн болды ғой қызуы көтеріліп жатқанына. Ал жігіттер, енді не істейміз? Менің жазылар түрім бар ма? Уайымдама, достым. Бір амалын табамыз. Тездетіп тоқтыға бармасақ болмайды. Оның серкені жазғанын өз көзіммен көрдім. Ей, тоқтыдан шипа сұрасақ, қасқыр атымызға ұят емес пе? Ей, өмірім қыл үстінде тұрғанда ұятты қойшай. Иә, бірақ бір-екі рет одан таяқта жедік. Ұяттан өліп кеткеніміз жоқ қой. Иә. Жарайды. Сөзді қойып тоқты мен серкеге хат жіберейік.